жақсысын да болады, жаманын да болады да. Бірақ менің 20 жыл стажымда мен осы именно сетевойдың арқасында Қызылордамызда квартира алған адаммын, Алматыдан квартира алған адаммын. Бірақ бұлайша ақша бар да, именно сетевойда ақша бар да, ақша бар, квартира алып жатырмыз, машина алып жатырмыз, өмірімізді бәріміз именно сүріп жатырмыз да. Бірақ Dandelion компаниясындай возможность 30 жылда Қазақстан рыногында бірден бір компания болған жоқ. Оны бәрі мойындайды, бәрі айтады. Параллельно басқа компанияда жүрген сетевиктер айтқан маған. Dandelion компаниясы Қазақстанда жоқ рекордты жасады. Бұл біздің компанияның өнімнің кереметтілігі, компанияның кереметтілігі, маркетингтің кереметтілігі. Егер де өнім жақсы болып бізде маркетинг ақсап тұрса, ай сайын күйіп кету, басқа дегеніміз не болса, онда дәл бұндай жетістік болмас еді, бұндай ақшамызда болмас еді. Жаңа Шолпан шақырды мені, машинаны егер деді, квартираны егер деді. Шынымды айтсам, адамның бойы бәріне үйренер екен. Менің бойым үйреніп кетті. Айына 15 миллион ақшаға менің бойым үйреніп кетті. Супер. Шынымен қазақта сөз бар ғой, адам жақсыға да тез үйренеді, жаманға да тез үйренеді. Чем жаманға тез үйренгеннен бойымызда, лучше именно жақсыға бойымызды тез үйретейік. Шынымен де біздің компания өте керемет. Енді маркетингке тоқталатын болсақ, бізде пакеттердің барлығы накопительно. Бірінші пакетте именно бізде 6 өнім беріледі. Осы 6 өнімді сіз үштықтап алып, бір рет қана пакетті битке көтересіз. Көп компанияларда ай сайын активно жасайды, ай сайын жаңартып тұрады. Одан қалдымызда 3 айда, 6 айдамызда, 1 жылда активно жасап жатады. Оны жасамаса, орны күйіп кетіп жатады. За счет этого компания өзіне компанияға ол тиімді. Негізі определенный обязаловка болу, сгорание болу компания үшін тиімді ол. Біздің компанияда ондай обязаловка, сгорание нәрсе жоқ. Біздің компания үшін тиімді емес, ол партнерлар үшін тиімді. А біздің компания не істеп тұр? Осы партнерлардың жағдайын жасап тұр. Неге? Өйткені халық алу керек. Халық алған жерде ғана ақшаны компанияда алады. Яғни объем болады, оборот болады да. Сол үшін бізде пакеттің барлығы накопительно, еш нәрсе күймейді. Осы жердің өзінде уже компания өзін ойлап тұрған жоқ, уже халықты ойлап тұр. Пісімлясында. Пакет пісімля ғой енді. Вот. Одан кейінгі мысалы объемның барлығы бізде накопительно жүріп отырады. Накопительно жүру деген мысалға қазір компанияда 1,5 жылда 74 адам машина алды. Машинаның суммасы қандай сумма? 12 миллион 500. 12 миллион 500 мың. 5 миллион емес, 6 миллион емес. Көп компанияда 5-6 миллион ғана береді машинаға. И то срок береді. Бізде срок жоқ. Бізде, мысалы, именно екі аяқтан екі неңді шығарасың жаңағы, супер директорға келген уақытта, и то, екі директордың өзі, и то накопительно. Оны мен обязаловка деп есептемеймін. Ол кірмейді обязаловкаға. Өйткені 270 мың сіз нені жасаған уақытта, именно объем жасаған уақытта сіз 10-да директор шығарасыз. Өйткені бұл жерде командамен жасалынады. Сол үшін директорге келген уақытта, супер директорге келген уақытта, именно алу үшін, машина алу үшін, сізге екі аяқтан екі директор шығар дейді, мен оны обязаловка деп есептемеймін. Сіздер есептейсіздер ме обязаловка? Жоқ. Неге? Өйткені ол да накопительно. Сіз оны 1 жылда жабасыз ба, 3 жылда жабасыз ба, 5 жылда жабасыз ба, өзіңіз білесіз. Вот. Сіздерге қазір мысалы компанияға келген уақытта бірінші сіздердің алатын дүниелеріңіз бұл жерде не? Нені көресіздер сіздер? Ешнеме бірақ шықтым оны. Нормально. Советник статусын көресіздер ма? Қандай статус көресіздер жалпы өз келген уақытта? Президент. Бірінші келген уақытта қандай статусты көресіздер? Қазіргі армандарыңыз қандай статус? Машина арман ба? Машина арман, е? Шынымен де арман ба сіздер үшін?
Кәне қол көтерейікші, кім машина алғысы келіп тұр? Арман машина. Барлығы үшін арман. Айтыңыздаршы, мен мысалға, мен 20 жыл сетевойда істеген адаммыз да. 20 жыл сетевойда келіп алып машинаны армандаған адамдар кем-де-кем сетевой бизнесте. Кем-де-кем. Неге? Өйткені ол машинаға жетіп болмайсың. Көп компанияда ол машинаға сол үшін оны армандамайсың. Сен армандайсың, күнделікті кредитіңді жабатын ақша тапсаң, күнделікті балдарыма әкел бір жағдай жасасам, анау-мынау бір-екі киім алсам, осындай дүнияны ғана армандайсың. Даже мысалы элитный районнан квартира алу, басқа алу деген арман көп адамдарда жоқ. Өйткені реально ол компанияда ол адамның алатыны жоқ. Мен бұның алдында бір компанияда істегенде айтқан, сол компанияның директоры айтқан, айына 10 миллион ақша табуымыз керек дегенде, не, ты что, ондай ақша жоқ деп. Айтам, сен нені сетевойда қалай ашып отырсың дегенде, сетевойда ондай ақша беру мүмкін емес деп айтқан. То есть, ал бізде, Яғын Мұсаевич, біз келдік қой, келген уақытта ол кісінің бірінші айтқан сөзі, менің задачам ұлтты не қылу, оздоровление жасау, денсаулықтан және ұлтты байыту деген. Менің бірінші естіген сөзім Алматыға келген уақытта, мен сол кезде ойлағам, ұлтты оздоровление, ұлтты байытып, то есть қандай да, сен қаншалық істейтесің ба? Деген ой болған менде ше, бірінші келген уақытта. Ол ой неге болды менде? Потому что бізде Қазақстанның статистикасында 10 компания ашылама 9-ы міндетті түрде жабылады. Міндетті түрде 9-ы жабылады да. То есть мен сенбедім оған. Қазір сенесіздер ма сіздер? Айтыңыздар, сенесіздер ма? Менің сенімім қалай артты? Ай сайын событияға бару арқылы артты. Компаниямыз 2 ай сайын